Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Наурызбай Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды орындау ерекшеліктері. Бұл тақырыпты атқару барысында бір жалпы білуіміз керек деген анықтамасында жеке жалпы отбасы заңына сүйенетін болсақ, жалпы анықтамасына келген кезде, то есть заң жүзінде бекітілген төлем көп адамдар отбасы кодексінде бар екенін біледі, бірақ оның қалай іске асатынын біле бермейді. Сонымен, жалпы бұл жерде төленетін алим деген кезде нақты айтатын болсақ, көп азаматтардың айтуына қарағанда бұл ата-анасының баласына төленетін алименттер деп анықтама береді. Бұл жерде екінші анықтамасында ерлі-зайыптылардың бір-біріне және бұрынғы ерлі-зайыптылардың бір-біріне төленетін алименттер деген түрі бар. Кәмелетке толған, бірақ еңбекке жарамсыз балаларға алимент төлеу бар. Және сонымен қатар кәмелетке толған балалардың еңбекке жарамсыз ата-аналарының асырауына байланысты алименттер бар. Келесі анықтамасында осылардың барлығын айту барысында біз нені білгіміз керек? Біріншіден, кәмелетке толмаған балаларға төленетін алименттер. Жоғарыда көрсетілгендей жалпы Қазақстан Республикасында жалпы анықтамасына келгенде бір балаға 25% деп анықтама беріледі. Және бұл дегеніміз ата-аналарының балаларын асырауға арналған төлемақылар болып саналады. Және бұларды асырау барысында жалпы анықтамасында соттың шешімімен іске асады. Нақты қандай да ақша төлеу барысында алименттердің көлемі, мөлшері, уақыты тек қана соттың шешімімен бекітіледі. Оны сот орындаушы өзі алдын ала соттың шешімін жасай алмайды. Келесі анықтамасында баланы асырауға арналған қаржыларға байланысты айтатын болсақ, бұл кодексте нақты көрсетілген. Және сонымен қатар екінші бір түрі мынау ерлі-зайыптылардың бір-бірін асырауға арналған ақша қаражаттары. Немесе еңбекке жарамсыз болып қалған, мұқтаж болып қалған ерлі-зайыптылардың бір-біріне көрсетілетін әрекеттері, немесе жүктілік кезінде зайыбына немесе ортақ балаларына туғаннан бастап 3 жылға дейін ақша қаражатын төлеу тәртіптері. Бұл жерде жалпы айтайын деп тұрғаным 18 жасқа толғаннан кейін ортақ мүгедек баласының күтімін алуына байланысты мұқтаж зайы болатын болса, ол алименттерге беруіне болады. Және сонымен қатар мынау жалпы анықтамасында басында айтып кеткендей, бұлардың барлықтары соттың шешімімен іске асады. Жалпы алименттердің түрлеріне келген кезде осындай анықтамалар беріледі. Еңбекке жарамсыз ата-аналар көмекке мұқтаж болған кезде кәмелетке толған, бірақ еңбекке қабілетті балаларының сыртынан арызданып алимент алуына рұқсат берілген. Бұлардың беру барысында әрине материалдық жағдайы ескеріледі. Келесі анықтамасында еңбек талаптарына сәйкес ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар осындай алименттерге үміткер бола алмайды деген себебіміз, егер де кезінде алимент төлемеген ата-ана болатын болса, өздері қартайған кезде өздерінің балаларына өздерін асырату туралы сотқа үкім шығарта алмайды. Себебі олар кезінде өз балаларына ақша қаражаттарын төлемеген. Сондықтан сот бұларға жауап ретінде қарсылық көрсетеді. Келесі анықтамасында өздеріңіз көріп тұрғандай алименттер ай сайын төленеді. То есть тапқан еңбек табысының белгіленген мөлшерінде болуы мүмкін. Мысалға, алдымызда көріп тұрғандай бір балаға 4/1 бөлігі, 2 балаға келетін болсақ 3/1 бөлігі, және одан көп бала болған кезде табысының жартысы. Осы жерде табысының жартысы деген кезде еркек азаматтың немесе әйел азаматтың баланы асырауға арналған ақша қаражатының 50% деген заңды тапқан табыстарының барлығымен қарастырылады. Келесі анықтамасында осыны айтамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.